Сенімділік дәулет шақырады деген бір керемет хадис бар. Яғни, мен дәулетті, бай, қуатты болғым келеді, көп ақша тапқым келеді десек, жауабын оның пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сенімді болуда деп айтып отыр. Яғни, белгілі бір істің маманы бол. Кәсібіңді өте жоғары деңгейде жүргіз. Сонда нарықтан саған қарай не қалыптасады? Сенім қалыптасады. Сенің қызметіңді қолданатын болады, сенің тауарыңды қолданатын болады. Қолданып қана қоймай, сен туралы жан-жаққа айтатын болады. Осы кәсіпкердің қызметін қолдан, осы саудагердің тауарын ал деген секілді. Ал оның арты әрине байлық қой. Бірақ біз осы заңдылықты түсінбегендіктен адам баласы асығамыз да. Не істейміз сол кезде? Сыртқы бейнемізді әдемі упаковка жасағымыз келеді. Керемет бір өзіңді көрсеткің келеді, байлық бар деген секілді, жоқ нәрсені бар қылып көрсетіп, өзімізге адамдарды алып келіп алғымыз келеді. Бірақ ондай адам келсе де екінші рет сенен өнім алмайды ғой, өйткені сырты ғана әдемі. Оны түсініп қоятын артын бірден. Сондықтан сенімді бол, сол кезде дәулетті боласың.